Сәлем достар, бүгін біз сіздермен жалпы шартты сөйлемнің үшінші түрімен танысамыз, яғни third conditional. Third conditional дегеніміз не және қандай жағдайда қолданылады? Third conditional дегеніміз өткен шақта болмай қалған немесе іске аспай қалған қандай да бір өкінішті іс-әрекетті сипаттаған кезде қолданылады. Third conditionalдың формуласына келіп тоқталатын болсақ, if plus past perfect plus would have plus verb 3, яғни if plus past perfect формасы және де екінші бізде нәтижені көрсеткенде would have plus етістіктің үшінші формасымен жасалады. Яғни ed немесе етістіктің үшінші формасы. Егер дұрыс етістік болса ed жалғанады, бұрыс етістік болса үшінші формасы жасалынады. Оны сіздер білесіздер. Мысалдарға тоқталмас бұрын айта кететінім, яғни if plus past perfect ол бізде шартты көрсеткен жағдайда қолданылады, және екінші бөлімі would have plus verb 3 бұл бізде іс-әрекеттің нәтижесін көрсеткен кезде қолданылады. Тағы да бір айта кететін зат, яғни біз would'тың орнына could немесе might'ты қолдана аламыз. Егер яғни қандай да бір іс-әрекетті мүмкіндігін немесе ықпалдылығын көрсеткен жағдайда біз could пен might'ты осы would'тың орнына қолдана аламыз. Мысал алатын болсақ, if I had studied harder, I could pass the exam. Егер мен қаттырақ оқығанымда, мен емтиханнан өте алар едім. Яғни бұл жерде could have адамның қабілеттілігі мен мүмкіндігін білдіріп тұр. Ал енді might'қа келіп тоқталайық. If you had invited him, he might have come. Егер сен оны шақырғанында, ол келіп қалуы мүмкін еді. Бұл жерде адамның мүмкіндігін білдіріп тұр. Яғни түсінгендеріңізден would'тың орнына біз might және could'ты қолдансақ болады. Тағы да бір айта кетейін, яғни could адамның қабілеттілігін білдірген кезде, might бізде мүмкіндікті көрсеткен жағдайда біз қолданамыз. Ендеше болымды сөйлемдерге тоқталайық. If I had woken up earlier, I would have caught the train. Егер мен ертерек оянғанымда, мен пойыздан қалып қоймас едім. Екінші мысалға тоқталайық. If she had known the answer, she would have told the teacher. Егер ол жауабын білгенде, ол мұғалімға айтар еді. Яғни ол жауабын білген жоқ, сондықтан ол мұғалімға айтқан жоқ. Енді болымсыз сөйлемге тоқталайық. If it hadn't rained, we would have played football. Егер жаңбыр жаумағанда, біз футбол ойнар едік. Окей, тағы да бір мысалға тоқталайық. If he hadn't lost his passport, he wouldn't have missed his flight. Егер ол паспортын жоғалтпағанда, ол ұшағынан қалмас еді. Яғни ол паспортын жоғалтып алды, сондықтан ол ұшақтан қалып қойды. Ол бізде болымсыз. Енді сұраққа келіп тоқталайық. Сұраулы сөйлем бізде would арқылы басталады. Мысалы, would you have helped me if I had asked you? Егер мен саған өтінгенімде, сен маған көмектесер едің. Келесі мысал, what would you have done if you had won the lottery last year? Егер сен өткен жылы лотерея ұтып алғанда не істер едің? Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, үшінші шартты сөйлемнің қалай жасалатыны. Егер сіздер бірінші және екінші шартты сөйлемнің ережесін білмесеңіздер, менің YouTube каналыма өтсеңіздер болады. Сол жерден бірінші және екінші шартты сөйлемді тауып алуларыңызға болады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Тіркелуді ұмытпаңыздар және келесі көріскенше.